Құрметті әріптестер, енді біз сіздермен күнделік кезекте КТЖ-ны жариялау туралы түсініктеме беріп кетейік. Ең бірінші өзіңіздің күнделік кезегіңізге кіресіз. Одан кейін мектепке барып, соның ішіндегі журналды басып, ол жерден өзіңіздің сыныбыңызды таңдайсыз. Мысалға 8А қазақ тілі. Енді осы қазақ тілінің күнтізбелік жоспар дегенге барасыз. Одан кейін күнтізбелік жоспар шығады сізде. Осы күнтізбелік жоспарыңызды жариялау үшін сізді КТЖ-ға көшіру, күнтізбелік тақырыптық жоспарына көшіру дегенді басасыз. Сосын осы жерден оқу жылын таңдайсыз, пәнді таңдайсыз, өзіңіздің пәніңізді таңдайсыз. Одан кейін сынып, мысалға 8А. Жалпы сынып жаңағы дене шынықтыру, еңбек пәндері болса, өздеріңіздің топтарыңызды таңдайсыздар. Одан кейін осы жерде мұғалім шығып тұрады, мұғалім и көшіру деп басасыз. Көшіру деген, енді мен оны баспай қояйын, себебі неде ол көшіріліп тұр. Енді бұл көшірілді ма жоқ па деген тексеру үшін осы жерде КТЖ дегенге барасыз. КТЖ дегенге барып, жаңағы 8-ші сыныбыңыздың үстінен басасыз сабағыңызды. Енді осы жерде мысалға міне қазақ тілі 51 сағат тұр, ал мынау орыс тілі бастаулық қана болып тұр. Бұл жарияланбаған, толық жарияланбаған. Толық жариялау үшін не істейсіз? Жаңағы көшіруден кейін осы КТЖ-ға келесіз де, осы жерде мысалы менде толық барлығы тұр. Ол жариялаудан алып тастайсыз. Мен жариялап тұрмын ғой, мен жариялаудан алып тастайын да сіздерге көрсетейін деп жатырмын. Енді мысалға осы жерде тағы да бір өзгешелік енгізуге болады. Тақырыптар сізге қайталанып кетеді. Екеуі қатар тұратын жағдай болады. Енді қарасаңыз қайталанып тұрған жоқ. Мысалға ТЖБ деп сіз жаза саласыз. ТЖБ деп жазғанда ТЖБ деп бірінші, екінші, үшінші тоқсанға жаза саласыз, бірақ шын мәнінде ол бірінші тоқсан бөлек болып бір ғана ТЖБ дей салсаңыз, ол сол әртүрлі датамен жерде бірақ бір жерде тұрып қалады. Сондықтан ТЖБ 1, номер 2, 3 деп нумерация қойып отырасыз. Сосын егер де мен тақырыбым жетпей қалды, бір нәрсені өзгеру қате жазып қойдым, БЖБ-ны ол күнге емес басқа күнге қою керек едім деген ой туады ғой. Сондай кезде сіз не істейсіз? Сондай кезде сіз жаңағы жариялаудан алып тастайсыз. Содан кейін осы жерде өзгерт аласында қарындашты басып, мысалы міне мынау БЖБ 4-ші тоқсандағы БЖБ номер 2. Басамыз, мына жерде өзгертесіз. Немесе датасын өзгертесіз, датаның үстіне өзгерте бересіз. Мысалы даталармен осы жерде мына жерде өзгертуіңізге де болады деген сияқты сақтайсыз. Сонымен жасап болдыңыз, не істейсіз? Жариялайсыз. Жариялау, үлестіру. Сосын мына жерде кезең таңдау сіздер айтасыз, әрі қарай дейсіз, толық жылмен жасап жатырмыз. Негізі болса бір жылға толық жасап тастаса, бұл өте мұғалімдерге тиімді. Тақырыбымды өзгерте алмай қалам деп уайымдамайсыз. Ең бір жақсы жер сол екен, әрі қарай. Сосын үлестіру. КТЖ кесте бойынша үлестірілді. Дейден үлестірілген, үлестірілген нәрсені тексересіз. КТЖ 8А. Қазақ тілі жарияланды. Ал орыс тілі қараңыз, орыс тілі жарияланбаған. Өйткені басталып болып жарияланбағанда осылай тұрды. Мен өзім өзгерте аламын жерде, көріңіздер. Енді осы КТЖ-ларымыздың қанша процент көрсетіп тұрғанын сіз тексере аласыз. Мектеп, есептегенге кіресіз. Соның ішіне бағдарламаның орындалуы, міне көрдіңіз ғой, осындағы пән бойынша мұғалімге енді осы жерде таңдайсыз. Қараңыз, 2015-тен бастап барлық жыл тұр. Барлық жылыңыз тексеріп шығуыңызға болады. Сосын пән, қазақ тілі, сосын мұғалім таңдайсыз, өзі шықты. 90-мен, мысалы, бірінші 90-ның ғана расписаниясын енгізіп, бірінші 90-ның ғана жасауға да болады, немесе екінші, немесе толық жасап қоюыңызға да болады. Есепті құрастыру, мысалға менде барлығы тұр.
Енді қараңыз, неге 97, ол 102 сағат болу керек, бұл жерде 5 сағат жоқ. Ол 5 сағатқа дейін ол жаңағы біздің демалыс күндеріміз, мереке күндеріміз, 16-17 желтоқсан, өзіңіздің жасаған календарный планыңыз бар ғой, сонымен сәйкестендіріп жазып шығасыз. Қай күнге ауыстырды, сол жерге через дроп арқылы жазып қойып отырсыз. 2 күн бар, 8 наурыз бар, содан кейін 1 мамыр бар, және 7-9 бар. Осылардың қайсына келіп, соны келтірген кезде сізде 102 тұр. Мына жерде 100 болып тұрғаны, өйткені біздің күнделік кезекте 97 сағат тұр. Бірақ жаңағы 102 шықпаған себеп жаңағы мерекелік даталарға келген, бірақ оны күндерді өзгерткенде сіз через дроп арқылы жазып, солай келтіріп қоясыз. Мысалы, менде міне барлығы 100 көрсетіп тұр. Келесі, мысалы, әдебиет тексер салуымызға болады. Мысалы, әдебиет толық жылға мысалы, міне 100. Бұл негізі 68 сағат болу керек. Менде 4 сағаты жаңағы мереке күндеріне сәйкес келгендіктен осылай шығып тұрады. Түсінікті ол шығар деп ойлаймын. Тағы да енді журналға кіріп тексерейік. Сосын мысалы 8 қазақ тілі. Енді бұл жерде күнтізбелікті басасыз. Осы жерде осылай шығып тұрады. Кейде жетпей қалады. Өзгерту енгізген кезде жаңа КТЖ-да барасыз, жариялаудан алып тастайсыз. Түсіндіңіз ғой? Кейбіреулерде мынау жарияланбаған кезде жаңа орыс тілі Галеева деп дейм, бастаулық деп қана тұр. Ол кісі мына журналға барған кезде осы жерде тақырып жоқ, құр әппақ болып тұрады. Себебі ол кісі жарияламаған. Түсіндіңіз ғой? Сондықтан жарияласаңыз, барлық 90 барлық тұрады. Мысалы, 1-90-да бір жобаны сіз басқа дата қойдыңыз, мұнда өзгертем десеңіз, сіз өзгертіп жүре бересіз. Еш қорқынышсыз. Немесе 490-да деген сияқты. Түсіндіңіз ғой? Сәттілік болсын.